Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен зелендерді микробтардан қалай тазалау керек және де морозилкада қалай сақтаймыз, сол әдіспен сіздерге бөлісіп өтемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, сіздерге керек болады деген ойдамын. Тура осылай дайындап көріңіздер. Бізге алдымен зелендер қажет болады. Өздеріңіз қалаған мөлшерде істесеңіздер болады. Менде осындай бір бау кашнишпен бір бау укроп істедім. Беліндегі жіптерін алып тастаймыз. Бізде білесіздер, бұл огородта өседі, машинаға салынады, алынады, адамдардың барлығы ыстайды. В общем, жаман жерде тұрады базарда. Сондықтан микробтарын тазалап аламыз. Бірінші орында мұздай суымызға бір ас қасықтай тұз саламыз. Бұдан да көп салсаңыздар болады. Микробтарды өте жақсы тазалайды осы тұз, және де пищевой сода, яғни чайный содамыз саламыз. Ас сода. Одан да бір ас қасық толтырып саламыз. Суымызды қолымызбен жақсылап араластырып жібереміз. Ерігенге дейін енді жаңағы зелендерімізді, укробымызды салып аламыз. Салып бір-екі жақсылап барлық жеріне тигізіп, осылай салып батырып алыңыздар. Содан кейін барып, ішіне қайтадан салып, 15 минутқа осы суда қалдырыңыздар. Ішіндегі жаман қоқым, мұсыр, ішіндегі бактериялардың барлығын тазалап шығады. 15 минуттан кейін осындай марлыға немесе жаялық сондай нелерге, или болмасам бумага, салфеткаға істесеңіздер болады. Суын сырғытып аламыз, бетін сүлгімен кішкене суларын тазалап алдым. Сөйтіп кепкенше 10-15 минутқа қоямыз тағы да. Енді қайтадан су дайындап, жаңағы кашниш басқа зелендерімізде тура осылай жасап қойсаңыздар болады. Ертең өздеріңіздің алдарыңыздан шығады. Қазір осындай арзандау кезде алып істеп қойыңыздар. Сіздерге айтар кеңесім, морозилкадан алып, сұйық тағамдарға және де ішіне қоспалы сондай тағамдардың барлығына салсаңыздар болады. Өте әдемі болады. Қатты мұз қатып қалмайды. Және де осындай ішінде шіріп қалған немесе қатты жұмсап кеткендерін алып тастаңыздар. Ол барлығына зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан барлығын ішіндегі жамандарын жұлып алып тастаймыз. Кептіріп аламыз. Жарты сағаттай күн түсетін жер болса тіпті жақсы. Енді таяқ жерлерін алып тастаймыз да турап аламыз. Өздеріңіз майда ет турайсыздар ма, үлкен ет салаттарға ертең дайындаған кезде алдын ала шығарып қойып, немесе сорпаларға, сорпаңыз қайнап жатқан кезде қуырып салып жіберсеңіз де болады. Ыстық сорпаңыздың бетіне сеуіп ішсеңіз де болады. Дәмі өте күшті болады. Тамақтардың барлығы ертең қыста өздеріңізге керек болады. Осы лайфхакты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осындай контейнер ыдыстар болады. Немесе пакетке салып қойсаңыз да болады. Рулон пакеттердің бетін жауып, морозилканың бір бұрышына қойып қойсаңыз, тамақ істеп жатқан кезде бетінен кішкене шым алып, шетінен алып жарата бересіздер тамақтарыңызға. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге лайфхак ұнаған болса, дайындап көріңіздер. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Кез келген тағамдарға қосып жей беруге болады. Және де морозилкада көптеу сақталады. Холодильникке қойсаңыз, ары кетсе 4-5 күн жақсы болып тұрады. Көк болып, одан кейін жаман болып кетеді. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сорпаларыңыз пісейін деп тұрған кезде бетіне сеуіп жіберсеңіздер, иісі күшті, приятный болып шығады. Жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Баршаңызға рахмет. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген лайфхактармен сіздерге және де рецептілермен бөлісетін боламын. Парақшамда көптеген рецептілер бар, көрсеңіздер болады.